Қаржылық ұйымдар, жеке білесіз ғой, біздің мемлекеттегі қаржылық ұйым 30 жыл елді тонаған адамдардың қолында. Осы банктың бәрі солардың қолында. Халық банк білеміз, фамилияны айтудың қажеті жоқ. Анау банк, мынау банк, Каспий банк бәрінде сол ұрылардың несі бар, үлесі бар. Менің ойымша, халықты осындай неге итермелей отырып, бұрынғы биліктен кеткен адамдар қазіргі жаңа билікке өзінің анау қарсылығын білдіріп тұрған сияқты. Менің өзімше, біз сияқтыларды күннен күнге тонап, қазір ғана осы президент аппаратында бір кішігірім не болды, кездесу болды, біз осындай мәселемен бардық. Тағы да наразы топтар барды, сол жерде осындай мәселе болды. Сол жерде мен де айттым, осындай, менің ойымша осындай болып тұр. Бұл қаржылық топқа жан-жақтан, енді бұл қылмыстың түрі де жаңа, енді билікті де кінәлайын десең, кінәлай алмайсың, себебі билікте де бұндай маман жоқ. Мен өзім маман болып отқаным осы. Мен әлемдері де осы проблемамен бетпе-бет келіп отыр ғой қазір. Бетпе-бет, бірақ әлемде мынандай. Мысалға сол шетелдің өзінде дамыған Европа дейміз ғой, өркениет. Өркениет елдерде былай, қағида былай. Бірінші қорғаныс. Мысалға сол Европаңызда бір күнде онлайн кредит аламайсыз. Бір күнде банк карточкасын бермейді. Біз қатты жеңілдетіп жібердік онда. Бізге жеңілдетіп жібергеніміз себебі қаржылық топтың бәрі билікте. Парламентте де бар. Енді парламентте мен сізге айтайын, Мүнзила ханым қазір қарсы уәж айта алмайды. Осы қаржылық мәселеге байланысты заңға экспертиза талдау жасап, заключение беретін ассоциация финансистов Казахстана. Ол дегеніңіз қойды қасқырға баққызбағанмен бірдей ғой. Сіз енді банкке қазір қандай бір қарсы қаржыгерлер бап енгіземайды бұл кісілер. Даже если енгізетін болса, олар жоқ болады. Өткізбейді. Түсіндіңіз ба? Қалай сол? Почему қаржылық топ кіреді, экспертиза неге қаржылық топ береді? Именно қаржылық топ береді. Неге қоғамдық неправительственная организация? Үкіметтік емес. Үкіметтік ұйымдар. Біз сияқты кісілер неге парламентке шақырып тыңдамасқа? Енді мен маман емеспін. Бірақ енді мен примерно өзімнің осыған ұрынғанымды мен білем. Қандай заң бұзушылықты қазір уже біліп отырмын мен. Кішігірім қаржы маманы болып отырсың ғой енді. Қалай істеуге болады? Неге бұлай істелінді? Жаңағы онлайнның өзі вообще қарап отырсаңыз, ол халық үшін емес. Онлайн деген кредит қарап отырсаңыз, түбінде ол банк үшін жасалған нәрсе.